Сәлем достар, көп пікірталас тудыратын әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі Гайку топ-10 назарларыңда. Үйіңе құқық қорғау органдары келіп, тіркеуге тұрдың ба демей тұрғанда, есікті жауып алып, топ-10-ді көріп таста. Біз бастаймыз. Алдымен үміткерлерге тоқталсақ, біріншісі Азыл тобы. Арулар ғалымжан Молданазардан қалыспай жауап сұрауға көшті. Олардың тың туындысы «Жауабын бер» деп аталады. Қақаған қыста үсіп жүріп түсірген бейнебаянына өз бағаңды беріп, лайықты орнына жайғастыр. Жауабын бер, неге қалай сөнеді оңай, алғашқы бір үміт, суыттың ба, ұмыттың ба? Жауабын бер, тоарманға жоғалған ба, сендегі жылылық. Ал екінші үміткерлер БН тобы. Үштік тіркеуді де жауапты да сұрамайды. Олар керісінше жабыққан түріңді көріп, еркелеткісі келеді, бетіңнен шымшып жіберіп, топ-томпақ дейді. Айтпақшы, аталмыш туындыны Гайку Entertainment таспалады. Бейнебаян сәтті шыққан секілді. Егер ұнап жатса, Гайку .kz сайтына кіріп дауыс бер. Томпақ көркемім меркесі, еркенің жолық бар қайғы мұңға. Болайын ертеңін жығылмас, желкенің махаббат айдынында. Бидің түбін түсіретін Бейбіт Көшқалиев шеруіміздің түбінде. 10-шы. Әнші бұл бейнебаянына көп қаржы жұмсамаған секілді. Өйткені жас бишілерге бір балмұздақ беріп құтылыпты. Достым, егер қақаған аязда балмұздақ жегің келсе, лайк бас. Жарық жанған киелі жер, жұлдыздарын сүйген сүйгеннен, әуенімен тербелгендер, биді бірге билеген. Hayatı kıyıp Менің әніме Бейбіт Көшқалиевке The Kitchen Songs қарсы шығуда. Ол оның сөзін елемей аяғын қимылдатпай тұр. Құдды жерге желімдеп тастаған ба деп ойларсың. Әрине қайсының сөзі дұрыс екен, достым, сен ғана шешесің. Айтпақшы Азамат Сыздықов 10-шы орында. Кез келген келбетте сені таңып, жұрттың ішінен сені іздеп талып, өтеді уақытым амалсыздан, өз-өзіммен сырласым Шашы лапылдап жанған Айри ақырын ғана төмен түсіп барады. 8-ші. Жуырда ару шеруімізден шығып кетуде мүмкін. Сондықтан әуре айришкалардан қолдау күтуде. Сүйікті әншілеріңді бірінші орынға шығара алмасаңдар да, үздіктер қатарында ұстауға тырысыңдар. Юми тобы бүгін келі 7-ші орында. Үштікте күннен күнге алтыннан алыстап барады. Альфонстармен күресіп шаршаған болар. Жуырда демалыстан оралған соң, сен емес пе маған дауыс беремін деген деп қайта бетіңе басып тұрып айтады. Сол кезде жауап таппай қалмас үшін лайк бас.
үздігіштіктен еш түспегендер төмен қарай құлап жатқанда көзіне көзілдірігін тағып асан жоғары қарай көтеріліп барады. Өйткені оған сендей жандар дауыс беруде. Ары қарай көтеріле берсін десең, осы қарқыныңнан танба. Сен барда менде бармын жаным сөнбей, сен барда сезімімнің сағын серпей, жоғалсам қайдан бақыт табам сендей, табам сендей. Әлемде жан жоқ саған ғашық мендей, сенбесе кетер сезім тасып. Шеруіміздің бел ортасына Алайым жайғасты. Әнші өткен аптадағы орыннан 2 сатыға жоғарылады. Алғашқы жұмысы үшін бұл көрсеткіш жаман емес. Соған қарағанда цитрусты табынушылары көбейген секілді. Егер қатарына сен де қосылсаң, Көкөнікті KZ сайтына кіріп дауыс бер. Өмірге қалай сиям, жалғыздық маған зиян. Қалдырма мені жалғыз, сезімді маған сыйла. Өмірге қалай сиям, жалғыздық маған зиян. Қалдырма мені жалғыз, сезімді маған сыйла. Жуырда ғана демалыстан оралған Айдана Меденова сол 4-ші орнында. Әншіге тыңдармандары 1-ші орынға жайғастырып, тосын сый дайындамады. Енді Айдана сендерге ренжіп қалуы да мүмкін. Сөйтіп су шашып жібереді. Көшеден көре қалсаң, қашқаның жөн болар. Төменге қарай құлаған әншілер туысқандарын жаңа жыл мерекесімен құттықтамаған ау шамасы. Ал Мөлдір Бақытжан қызының мейрамда әрқайсының үйіне кіріп шыққаны анық. Оны 3-ші орынға жайғасуынан аңғаруға болады. Құрметті әншілер, шеруімізде жоғарғы орыннан көрінгің келсе, жақындарыңмен жақсы араласыңдар. Неге сені ұнатамын, ұнатамын, ұнатам, өзгелерге қарамаймын, кешірші деп жұбатам. Сенсіз отпас сырданым, өзіңсіз күлмеймін. Неге сені ұнатамын, білмеймін, білмеймін. Екінші орында арыстандай жігіт Қайрат Нұртас. Әнші концерттерінде көрермендеріне талай рет өз киімін тарту еткенімен оған тұрақты дауыс бермей келеді. Құрметті Қайраттың тыңдармандары, киімдерін алсаңдар, еңбегін дауыс беріп қайтара аласыңдар. Өйткені оған қолдауларың ауадай қажет. Жүрегімді ұстап тұрып, жыладым. Жүрегімді жұбатуға айналады бұл әнім. Алтын тақтың иесін айтпас бұрын өткенге көз жүгіртейік. Бейбіт 10-шы орында. 9-да аяғы қимылдамайтын The Kitchen Songs. Айри ішкелерден қолдау күткен Айри 8-де. Киелі 7-де Аюми. Көзілдірік таққан Асан жоғары қарай көтерілуде. 6-шы. 5-те цитрусты тыңдармандары көбейген Алайым. Демалыстан оралған Айдана 4-ші. 3-ші туысқандарын құттықтауды ұмытпаған Мөлдір. Киім таратуды ұнататын Қайрат 2-ші.
топтен шеруіміздің 2 дүркін чемпионы бұл аптада да біріншіге жайғасты. Ол 91. Осындай қарқынымен 3 дүркін жеңімпаз атануы мүмкін. Тіпті бірнеше жылдан кейін қарсылас табылмай да қалатын секілді. Оны әрине алдағы уақыттың еншісіне қоямыз. Әзірге Иглздардың ханзадаларын жаңа қадаммен құттықтаймыз. Мұнда дейм, эй, бейби, бері тек келмейтін неткен сен керемедің мен бүгіннен бастап енді дәмеленім ертегінен бастауға қара жүрегімді тез арада алам аулап я мен сондай жаман бала болам қауіпті алатынын алып кетпесе болмайды бұған қалай қарайсың менің күмәнім бар мені бұл түнді сен қаламайтыныңа күмәнім бар сенің қызыңды мен жаулап алам мені кінәлама қалай қарайсың олардың көздері жанып тұрады неге жауабы анық сұрақ Бұл аптада әншілер осылайша жайғасты. Келер апта қалай өзгеретіні белгісіз. Ал егер бүгінгі шешіммен келіспесең, кәдімгідей бұлданып отырсаң, тіпті шұлағың келсе, онда оны ескерт. Ол үшін gakku.kz сайтына кіріп, қазірден дауыс бер. Көп пікірталас тудыратын әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі Gakku топтен. Осымен тәмам. Көріскенше.